Бүгін Оралда жасөспірім қыздар арасында спорттың волейбол түрінен жарыс жалауын желбіретті. Осымен 7-ші рет ұйымдастырылған халықаралық турнирге 100-ден астам бұрымды жас қатысуда. Жарыстың бірінші күнгі нәтижесі бойынша оралдық волейболшы қыздар алда келеді. Бұл халықаралық турнирге еліміздің бірнеше аймақтарымен қоса Ресей Федерациясы және Өзбекстан Республикасынан командалар келіп, баптары мен бақтарын сынға салуда. 5 күн бойы 8 команда жеңіс үшін тамаша ойын өрнегін танытпақ. Бір айта кетерлік қуанышты жағдай, биылғы жылғы жазғы спартакиадада өңіріміздің құрама командасы жүлделі 2-ші орынды жеңіп алды. Бұл жолғы сайыста да алдыңғы саптан көрінеріне сенім мол. Көршілес елдермен қарым-қатынасын нығайту мақсатында және осы волейбол клубымызды қыздар арасында кеңінен дамыту мақсатында өтіп жатыр. Облысымыздағы волейболшы қыздар жақсы нәтиже көрсетіп жүргенімен, әлі де тәжірибе алмасудың артықтығы жоқ әрине. Осындай сайыстар арқылы жетіліп, шеберліктерін шыңдауға мүмкіндік мол дейді команда жетекшілері. В каждой команде есть игроки, которые... Әр командада өзіне тән шеберлігімен көзге түсе бастаған ойыншылар бар. 2004-2005 жылдар дүниеге келген қыздар болғандықтан орта буын болып есептеледі. Командада бірлесіп ойнауға дағдыланады. Сол себептен осындай турнирлер тәжірибе алмасуға сеп болады деп ойлаймын. Татарстаннан келген спортшылар республикалық чемпионаттың жеңімпазы. Жақсы дайындықпен жеңіс үшін шекара асып келген олар Шымкенттік командадан 1-2 есебімен ұтылды. Команданың бас бапкері Қазақстанда волейбол спорты жақсы даму үстінде. Осыған орай жас спортшылары өрнекті ойын көрсетуде дейді. Мы приехали в составе 9 человек. Біз 9 қызбен бір команда болып сайысқа келдік. Бірінші кездесуде жеңіс тапқанымызбен қалған ойындарда ұтамыз деп ойлаймын. Доп домалақ қой, ойын көрсетеді. 5 күн бойы аладопты алақандарында ойнататын волейболшылар жарыс қорытындысында Евро-Азия кубогын олжалайды. Ұлық Панелеу, Рүстем Исжанов, Айдос Қайсымов, Ақ Жайық телеарнасы.